Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Бүгін сіздермен әңгімеміз құс шаруашылығы туралы болмақ. Яки қазір сіздермен Қарағандының құс базарына баратын боламыз. Дайын болсаңыздар, кеп. Сырласып талай бейненмен тарқаса дағы бар мұным, ұқпаймын сені кейде мен, кеудемде соққан тағдырым, бақыттың ұзап бағынан сорлатып кейде қоясың. Жақсының қашып жанынан, құшақты жатқа жаясын. Бұл махаббатқа таңғалам, жанымды өртеп лаулаған, ойда жоқ кезде от болып, жанатын кезде жанбаған. Бұл махаббатқа таңғалам, алдаған бірде арбаған, жұмбағы бітпес махаббат. Таңғалам саған таңғалам, өзгерер өмір өзгерер, өзгермесе де әр таным. Қинамас мұнша өзгелер, өз жүрегімнен қорқамын. Шынарды шыннан құлатып, адасып жүрміз талай біз, аяулы жанды жылатып, басқаны неге қалаймыз. Бұл махаббатқа таңғалам, жанымды өртеп лаулаған, ойда жоқ кезде от болып, жанатын кезде жанбаған. Бұл махаббатқа таңғалам, алдаған бірде арбаған, жұмбағы бітпес махаббат. Таңғалам саған таңғалам. Бұл махаббатқа таңғалам, жанымды өртеп лаулаған, ойда жоқ кезде от болып, жанатын кезде жанбаған. Бұл махаббатқа таңғалам, алдаған бірде арбаған, жұмбағы бітпес махаббат. Мінекей, Қарағанды қаласының құс базарына келіп жеттік. Қазір көретіндеріңіз Қарағанды бойынша көзгі құстың бағасы қанша, одан кейін құрама жемнің, комбикормның бағасы қанша болып жатыр. Сол туралы видео тамашалайтын боласыздар. Салмағы где-то қазір 5 килограмм бар. Ассалаумалейкум. Бұлар не ма? Белая широкогрудая ма, конвертер ма? Широкогрудая совершенно. Қанша айлық? Қай уақытта жұмыс қалай? Қай уақытта жұмыс қалай? Уже начинают маленький жұмыс. 4 ай? Уже бастады.
Менікілер 6 айында жұмыртқан. Қаншадан мыналар бағасы? 1200. 4000-дан ба? Мынау қандай порода қаздар? Губернатор. Рекені. Қаншадан бағалар? 5. 5000-нан. Хорошо, жақсы. Сатасың деймін сені. Не 5 айлық 5-тен 5. Buradan 5 ödük тұрған. 4,5 берем. Да, 4,5-нан да. Оның ішінде еркегі бар ма? Бұның бәрі Перепелки. Ваши? Нет. Почем перепелки? 20 000. Вот эти техасцы, а вот эти... Что за порода? Ага. Клетка тоже продается? Клетка совсем вместе продается. Это на сколько голов клетка идет? На 50. Ага. Все, здесь вода. Ничего делать не надо. Корм на Вот эта вот клетка в сборе сколько стоит? 20. Угу. Они что-то у вас это, расклеванные? Это петухи прыгают на них. А, Тут 2 петуха, если они прыгают, топчут. Яйца все завяжены, можно в инкубатор ложить. понятно. Почему яйца? 350, да, домашние. 700. Яйца большие довольно. Желтки как? Волки вон там разбитые есть, можете посмотреть. Ваша птица? Да. По 2,5. Джерсийский? А? Джерсийский гигант? Нет, это Сергей, как Повероль. Почем они говорите? 2,5. Угу. Одна. Они как, мясоичные или? Да, яичные? мясо яичное, они крупные, вот такая тяжеленькая. А яйца у их? Не, яйцо у них коричневое. А, все, понял. Это 2 курицы, да? Да, 2 курицы осталось. Угу. Будешь ехать. Короче, вот что проедешь, и уже маяк, знаешь, где? Вот перед маяком там. А это у вас за так, в разнобой, да, по курица? правую сторону маяк, Как дела? а по левую сторону. Это петухи одни стоят. Ты сразу А. увидишь. Почем они? Домашний 1500. Второй поворот. Это тоже несушки? Перед чулочкой. Там ты увидишь. Прям перед чулочкой. Там, короче, автомат, Петухи. сервис, там трамвай. Утки, бройлеры. Не доезжай. Утки почем? Там будет светофор. Девятиэтажка кончается. Утки по 1000. Девятиэтажка кончается. Месячные, да? И сразу налево. Там светофор Да, будет. 3,5 недели. Там увидишь, Шармай. что эти стоят. А почем там? А эти бройлеры? 1600, 1200 1200. месячные. 1600 продавал. Здрасте. Почем зайчики? 3,5 месяца, по 3 отдаю. Это по 3000. Здесь порода какая? Это смесь шиншиллы и фландер. Шиншиллы и кого? Фландер. Они почем? Тоже 3. Тоже 3000. Одинаковые. А эти что за порода? Тоже помесь. Мгм. Они почем? 1,5 месяца. 1,5 месяца, да? 1500. Понятно. Ну ладно, чуть-чуть пошел я. Давай, в общем, сынок, будем это, что он? Зайчики. Какая порода здесь? Здесь помесь, фландер, все. Ландер с шиншиллой. Карма Востока деген өскеменнің жігіттері сататын жем. Қоспалар туралы. Қазір жем туралы сіздерден сұрап берем. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Жақсы, рахмет.
Мен YouTube каналға видео түсіріп жатқам. Ну, блин, неудобно. Жемнің бағалары туралы Одна подъезжает. Одну все уберем. сұрап өтсем. Жүріңіз. Одну уберем, нормально. Мынау қандай жем? Мынау рост деп аталады. Рост. Балапандарға арналған. 3 вида есть бар. Подожди, тут он снимает. Мынау рост деп аталады. 3400 тұрады бағасы. Ұлттық бағасы 3250 теңге тұрады бір қап. Бұл қарапайым балапандарға ма? Қарапайым балапан. Аха. Мынау міне старт для бройлеров дейді. Именно бройлерларға арналған. Мгм. Бұл 4750 теңге тұрады. Мгм. Бұл Gold Premium, я? Премиум. Gold Premium. Хорошо. Мынау торайлардың балапандары стартовый. Ол Ну, бұны өткізіп жіберуге де болады. жері болады. Иттердікі бар. 1750 теңге тұрады. Мгм. Bir qavı. Oturup және 20 килолық бізде 50 теңге тұрады, несі килограммы. 10 теңге болады қавы. Мынау жылқыларға арналған. Мгм. Жылқыларға арналған. Иә, аткорм. Мынау міне кормосмесь универсальна, бұл енді жылқы болсын, сиыр болсын, бәріне келе береді. Мгм. 3,5 мың теңге. 3,5 мыңнан мынау. Мынау бұзаулардың стартовыйлар кішкентай енді подсостан шыққан бұзаулар болады ғой. Мгм. Bir aylık, bir aydan где-то 6-7 ayga дейін беріледі осы нәрсе. Мгм. Жақсы. Содан және крес дегеніміз сиырларға арналған осындай гранула. Мгм. Ол 3800 теңге тұрады. 3800-ден сиырларға арналған. Торайдың енді росты, Құстарға арналған тағы не бар? құстарға арналғаны бөдененікі бар міне. Старт рост деп аталады. Бөдененікі старт рост. 3900. 3900-ден. Бөденен несушкалары, Мгм. аткорм несушка. Ол 3800 теңге тұрады 25 кило. Қояндардікі бар және қояндардікі 3800 тұрады 40 кило. Мынау старт премиум деп аталады. Тоже бройлер болсын, қазы болсын, үйрек болсын, бәріне келе береді. Енді осы жақсы болады. Старт Жағынан премиум. арзанды и Мгм. Бұның бағасы қанша? көрсеткіші де жақсы болады. Бұның бағасы 3900 теңге тұрады. 3900. Содан кейін бізде несушка деген бар. Сельскохозяйственный деген 40 килограммдық осындай гранула 4000 теңге тұрады. Килограмм. Қарапайым құстарға бұл. Бройлерный емес. Бәріне келе береді. Бройлер болсын, қазы болсын, үйрек болсын, бәріне келе береді. Бұны қателеспесем, бройлердің мысалы сояр алдында берсе, салмағын түсірмей ұстап тұрады. Ұстап тұрады, бірақ бройлер сойылғаннан негізі финиш деген береді. Финиш берген дұрыс, иә? Деген бар, иә. Мынау несушкаларға именно жұмыртқаны көбейтеді. 25 килолық қап. 25 кило. 3100. 3100. Иә. Ал мынау 40 килограммдық. Мынау 40 килограммдық. Для сельскохозяйственной птицы 4000 теңге Ол тұрады. өте жақсы нәрсе. Мгм. Бір жағынан енді адамдарға арзан түседі да и сапалы жақсы. Мгм. Содан кейін ажық контейнерде финиш деген бар. Финиш бар. Финиш деп аталады. Міне осы мен соярдың алдында бір апта 10 күн бұрын осыны береді. Мгм. Бройлер, индюк, Бәріне финиш. қаз бәріне беруге болады. Бәріне беруге. Финиш деген. Бұның бағасы 3000 теңге тұрады. 3000 теңге. Жақсы. Сіздердің нелеріңіз жаңағы айналысып отқан шаруашылықты қалай табуға болады? Қазақстанның қай жерлерінде бар? Қазақстан болғанда енді Қарағанды қаласында осы Михайловск рынкі. Мгм. Менің есімім Дарын болады. Негізі өзіміздің зауытымыз Өскемен қаласында. Бізде әр мөлшекте зауыт номері жазылады. Мынау директордың номері. Зауыттың директордың номері. Осы номермен хабарласып, Кез келген қалаға заказ беруге болады деген сөз. әрине. Мгм. Бірақ енді 100%-лық предоплатамен жұмыс істейміз. Мгм, жақсы. Ендеше ардақты ағайын, бүгінгі ақпараттар легі Қарағанды қаласы бойынша жемнің бағасы туралы осы болды. Әрі қарай енді осы жақта өздері қолдан жасайтын комбикормдар туралы бағаларды түсіріп көрсетіп өтем. Мына жаққа қарай отырады. Оларды қазір сәлден кейін көретін боласыздар. Рахмет, брат. Давай, сауда жақсы болсын. Онда этот махан не? Мына жерде ит сататын Если что, Ростик премиум. Купи все продал. кісілер отырады. Жалпы ит, мысық сататын қатар. А так выбирает?
Кого-то это покупает коня за 550. Мынандай иттер сатады. Вот так плохо, она от морозилок тут оторвала, где двигатель, решеточку, и залезла туда в двигатель. Восточноевропейская овчарка дейді. Әрі қарай кет. Какая порода? Кавказец. Какая цена? 50 мың теңге. Это порода какая у вас? Алабай. Чистокровные, да? Почему лобая? 75? 35? 35 мыңнан. С документами? Это у вас какая порода? Маламут аляскинский. Аляскинский маламут. Почем? 70 тысяч документов. Документмен 70 мың. Жалпы кішкене тақырыптан ауытқып кеттік. Бұл біздің Қарағандының Құс базарындағы тағы бір орын. Ит сататын. Мынандай түрлері бар. Выкупить надо щенячью карточку. Резного, не знаешь такую? Да у Ланки спроси. Немецкий овчаркалар. В общем, осындай Қарағанды аумағында ит асырап сататындар көп. Это порода? Пинчеры. Пинчер. Они маленькие, да? Да. Почем он? 10. 10 тысяч. Он с документами? Нет. Угу, хорошо. Это хаски? Да. Прикольно. 2 мальчика, вот 2 девочки. Почем они? Мальчики? Без разницы, 40 без документов одна у нас, остальные с документами 60. Ага. Родители, папа, мама. 40 документсіз, 60 документтерімен дейді. Жалпы осы. Мінекей осындай жерлер бар. Қазір кіріп бағаларын сұраймыз. Я не даю снимать. Здравствуйте. Здрасте. Не даю с ней съемку делать. Отключаюсь. Как угорел. Сейчас тебя обдерет. 1500. Сейчас тебя обдерет. Здравствуйте. Вся пенсия уходит на голубей. Ты не жалеешь нас, да? Знаешь, у Толика все пенсии уходят на голубей. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие корма и так Цены. и цены, да. Да, пшеница. 3000 мешок, 40 килограммов. 40 килограмм, Да. 3000. Пшеница. Это высший сорт. Ну да. Здесь Здесь сечка. 2,5 40 килограммов. ик мыңжар. 2800, зернотворы 40 килограммов. Зерна от 40 килограмм, ик мыңсегіз жүз. Полнорационный комбикорм. Это для несушек. Все для несушек, говорю. Полнорационные. 3,5, это все по 40 килограмм. Угу. 3,5. Элитный 4000. Угу. 3800 супер. Вот. С маслом вот комбикорм идет. Он и 4000 40 килограмм. Угу. Есть простые на трубях. Он идет 2000 мешок 30 килограммов. И 2600
универсальный. Здесь у вас стартовый Это стартовый. Есть 6200, это цесновский комбикорм. И ижевский, он стоит 5000 мешок. 5000. 3000 мешок. На жерде кукуруза. Кукуруза 6000 мешок. Кукуруза 6000. Сечка кукурузы. Дробленая сечка 4000 и дробленая 6000. 45 килограммов. Здоров. Ну и все. А вот это? Это жмых 4000. Жмых. Ага. Это тоже жмых, да? Да, жмых, да. Одинаковая цена. Жалпы міне осындай контейнерлар барлығында құрама жем сатады, қолдан жасалған, одан кейін ТО-лар жасаған, араластырып жасайды. Бұлар енді заводтық емес, гранула емес. Жалпы ардақ ағайын, қазақ бауырлар білсін деп, көрсін деп салған ақпараттар легі осындай болды. Каналымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Ұнаса лайк басып қолдаңыздар. Ұнамаса дизлайк болса жатарсыздар. Және сөз соңында айтып кеткім келетіні, мынандай бір тамаша ұйымға тап болдым. Тұтынушылық мақсаттарға, бизнесті дамытуға, ауыл шаруашылығына кредиттер ұсынады екен. 20 миллионға дейін Қазақстан микрофинанс деген ұйым. Қызықтап көрсеңіздер болады. Ендеше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бейбіт күндерде, сәтті видеоларда жүздескенше. Қош сау болыңыздар.